Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мен осы видеода сіздерге үй жағдайында өз-өзімізге қалай кірпік жапсыруға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Міне дәл осындай кірпікті қалай жапсыруға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін бізге кірпік керек болады. Кірпікке арналған клей, пинцет, кірпікті қайыратын құрал және де туш керек болады. Кірпікті жабыстырмас бұрын өзіміздің кірпіктерімізді тушпен бояп аламыз. Дайын болған кірпіктерімізді кірпікке арналған құралмен қайырамыз. Жасанды кірпігіміз өте нәзік болғандықтан қорабынан абайлап шешіп аламыз. Жасанды кірпік көзіміздің формасына дәл келу үшін осындай қалыпта 30 секунд ұстап тұрамыз. Кірпікті көзіміздің үстіне қойып мөлшерлеп аламыз. Егер де дәл келіп жатса, сол күйінде пайдалана береміз. Ал егер сәл артықтау болса, біраз мөлшерін қайшымен қиып тастасақ болады. Егер де жасанды кірпігіміз ұзын болып кетіп жатса, оның қысқа кірпіктер орналасқан жағына тиіспейміз. Ұзын кірпіктер орналасқан жақ бұрышынан кесіп аламыз. Өзіміздің кірпік пен жасанды кірпіктің біріккен жері қатты байқалып тұрмас үшін көзімізді қара подводкамен бояп аламыз. Кірпікке арналған клейімізді алып, жасанды кірпіктің түбіне жағамыз. Клей жақсы жабысу үшін 30 секунд күту керек. Маған кірпікті қолыммен ұстаған ыңғайлы. Егер сізге пинцет ыңғайлы болса, пинцет пайдалансаңыз болады. Жасанды кірпікті өзіміздің кірпіктің түбіне қарай орналастырамыз. Қажет болған жерлерін пинцетпен дұрыстап аламыз.
Екінші көзімізге де дәл солай қайталаймыз. Кірпікті көзіміздің ортасына қоямыз. Шеткі бұрышын дұрыстап аламыз, одан кейін барып ішкі бұрышын дұрыстаймыз. Ішкі бұрышына өте мұқият болыңыз. Егер ол дұрыс жабыспаса, кейін ыңғайсыздық туғызады. Міне кірпіктеріміз осындай әдемі болып шықты. Кірпіктің көзімізге толық бекігенін күтеміз. Жасанды кірпік пен өзіміздің кірпік жақсы араласуы үшін тушпен боясақ дұрыс болады. Үстіңгі кірпіктерімізді бояп болсақ, астыңғы кірпіктерімізді де бояуға ұмытпайық. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.